Менің видео түсірмегеніме 4 айдай болды. Соңғы видео салғанда 300 подписчик болатын. Ал бүгін қарасам 400 подписчик бар. Бұл дегеніміз плюс 100 подписчик. Және мен осы уақытта дым істеген жоқпын. Дым. Бүгінгі видеоға тақырып тапқан сияқтымын. Қалай дым істемей 100 подписчик табуға болады. Кеттік. Білемін. Жоғалып кеттім. Кінәлімін. Мүмкін оған себеп мотивациям болмауы шығар. Және мен таңдаған тақырып пен бағыт мен үшін қызық емес болып қалғандай. Оған себеп сол саладағы білімімнің аздығы да себеп деп ойлаймын. Жарайды. Тақырып бойынша сөйлейін. Дым істемесем де видеоларым просмотр жинап, подписчик жинауда. Оған не себеп? Себеп бұл менің видеоны оптимизациялауымда. Яғни мен ұзақ уақыт өлмейтін сұранысқа ие тақырыптар таңдауымда. Және сол тақырып бойынша видеоға кілтті сөздер тауып таңдауымда. Яғни мен ізденістегі кілтті сөздер жинақтап, сол сөздерді видеода пайдаланамын. Және сол арқылы видеоны әрлеймін. Бұл туралы орыс ютубында видео сабақтар өте көп. Құпиясы осы ғана. Достар, өтінем, алдағы уақытта осы арнамды көтеруге дамытуға көмектеріңізді тигізсеңіздер. Және де мен өзімді видео ойын жанрында көріп жатырмын. Бұл менің FIFA 20-дан алғашқы видео. Қызықты болса, сілтемесі осы видео астында. Сенен сұрайтыным подписка, лайк және комментарий. Сенімен бірге болған Раникит арнасы. Келесі кездескенше сау.